Ассаламу алейкум. Бұл видеода біз сіздермен осындай 40-40 сантиметр болатын көпшіктің тігілу жолын үйренетін боламыз. Бізде бұл ерекше дизайнмен сәнделген, өзіндік бір сәні бар. Ішінде синтепон астарымыз осындай матовый велюр матасынан тігілген. Өте әдемі. Көпшігіміздегі оюымыз дәл осындай форматта. Мен сізге видеоның астына описанияда ссылкасын қалдыратын боламын. Өзіңіз сызып, керек өлшемде шығарып алсаңыз болады. Немесе кез келген өзіңізге ұнайтын оюды пайдалануыңызға болады. Мен пайдаланатын матаның атауы матовый велюр деп аталады. Осындай екі түсінен пайдаланатын боламын. Сіз кез келген матадан, жыртыстардан, королевский велюр, басқа да маталарды пайдалансаңыз болады. Одан кейін бізге осындай жіптеріміз қажет болады. Мынау бізде оюымызды зигзагтауға арналған жүздік идеал жібі, ал мынау джинсаға арналған жібіміз. Біз бұлмен спушка жасайтын боламыз. Және де осындай үлкен тебен инеміз керек болады. Одан кейін осындай паутинка керек болады. Бұл бізде клеевой материал, яғни оюымызды матаға жабыстыруға арналған. Бұл жерде менде лента түрі, ал сіз метражныйын алсаңыз дұрыс болады. Ең бірінші біз осы сары түсімізден өзіміздің оюымызды размерін өлшеп дайындап аламыз. Бұл бізде квадрат болады. Матамызды осылай әдемілеп жазып дайындаймыз. Одан кейін оюымызды дәлдеп қоямыз. Дәлдеп қойғаннан кейін осы өлшемді шығарып аламыз да, бірінші осы шаршымызды қиып аламыз. Қиып алғаннан кейін паутинкасын жапсыру жолын көрсетемін. Мінекей біздің матамызды қиып дайындап алдым. Енді осы оюымызды дәлдеп қойдық. Мінекей размері сай болып шықты. Қазір мен сізге оюдың размерін айтатын боламын. Бұны 28,5-да 28,5 сантиметр болып шықты. Сіздің оюыңыз осындай болады. Иншаллах. Енді осы жерге біз паутинкамыз жапсырып аламыз. Қазір паутинкамыз жабыстыратын боламыз. Ол үшін бізге мынандай пергамент қажет болады. Бұл Фрекенбок деген фирманыкі, антипригарный покрытиясы бар. Міндетті түрде сол Фрекенбокты аласыз, либо сол антипригарный покрытиясы бар дегенді тауып аласыз. Мен қазір мына бір лентаның барлығын дәлдеп осылай отырғызып шығамын. Ал сіз жұмысыңызды қиындатпай метражныйын ала саласыз. Бізде жақын жерде ондай метражный паутинка жоқ екен. Сол үшін барға базар. Дәл осылай мінекей мен бүкіл паутинкамды тізіп алдым. Енді осы пергаментімізді бетіне ақырын жылжытып алмай қоямын да үтіктеймін. Пергамент обязательно антипригарный болу керек, әйтпесе анау неңіздің матаңыздың барлығы пергаментке жабысады, сонымен жарамсыз болып қалады. Ортасынан бастап ақырындап үтіктейміз. Бисмилла. Мінекей бізде уже оюымыз матамызға жабысқан белгілі болды. Қазір пергамент аламыз. Дәл осылай ақырындап шешесіз, мына жері уже жабысқақ. Мынау мата бір-біріне былай тиетін болса, бір-біріне жабысып қалады. Енді осыны суытып алу керек. Примерно бір 10-15 минуттай тұратын болса, осы жеріміз бет жағы суып, жұмыс істеуге келеді. Так, менің матам міне суыды, уже бетіне жабыспайды. Енді осы жерге
оюбуздун лекаласын акырындап отургузабыз. Мына орналаштырдык. Мына жерибизди байкайбыз. Барлыгы ровный болуу керек. Кажет болсо ийнемен бекитебиз де осуна айналдырып сызып аламыз. Сиз буну осулай каждый оюбуңуздун ушун стап отуруп, обычный мындай ручканын көмөгү бастырып алсаңыз болду. Минекей. Дәл осулай каждый жерди бүтүп бекитип отуруп сызып чыгабыз. Немесе ийнемен бекитип аласыз. Ийнемен бекитип барып бастырып чыксаңыз болду. Ол бизде міне осындай болуп чыгады. Ручкамен полностью айналдырып оюп аламыз. Караңыз, мен мынаны полностью айналдырып бастырып чыктым. Минекей биздин оюбуз осулай түсүү керек. Түспөй калган жерлерди кайта бастырамыз. Бетимизде паутинка. Енді біз осы оюбузду калай оямыз? Минекей. Осы ең тегиш жерин таңдап аласыз да. Осындай шепчик болсын, либо кайшы болсын, кез келген затпен осындай кичкентай насечка жасайбыз. То есть кайшы киретиндей. Минекей насечкамызды жасап алдык. Енді асыкпай оюп дайындай берсек болот. Осы оюбузду толугу менен оюп аламыз. Одан кийин матамызга жабыстыруу жолун көрсөтөм.